Қазір енді біз концерт қоя алмаймыз, сахнаға шыға алмаймыз. Біздің концертіміз осы болды қазір. Сахнамыз осы болды. Қазір бізде уақыт сондай келе жатыр да. Бәрі асығыс. Көре алмайын да жерде. Өтірік істедің, мына жерде ята деп. Бұл кездегі Еркебұлан мен қазіргі Еркебұлан салыстыруға еш болмайды. Ақша бар, бірақ сахна жоқ. Мен қазақ киносын әлемдік деңгейге жеткіземін. Әртіс үшін өлең айтуда, кинода ойнауда, театрда жүруда ол үлкен бір бақыт ол. Бізде комедия жанры көбіне ақша табу үшін түсіріледі, оны жасыратын ештеңе жоқ, оны бәрі біледі. Бізде қазір киноның екі жанры жақсы дамыған. Таза ақша табуға арналған комедия жанры, одан кейін фестивальға арналған кинолар. Қарапайым халық, жалпы халық көрмейтін кино. Көрсе де түсінбей қалатын кино. Режиссерлардың өздерінің іштен шыққан дүниелер ғой, ол да шығарма, ол да көркем өнер, ол да үлкен еңбек. Неге фестивальға түсіре береді, неге халыққа түсірмейді деп айтуға болмайды. Біз тағы да осы жерде халықты ұмытып кеттік. Халық үшін біз тек қана сериалды ғана түсіреміз. Не болмаса үлкен жобалардан бір былай тарихи киноларды ғана көрсетеміз халыққа. Олай болмайды ғой. Біздің қазір қоғамда да қаншама жүрек тебірентетін оқиғалар бар. Соларды толықметражды кино ақша табу үшін емес, халыққа ой салатындай. Неге бізде қозғалмай жатқан, ат үсті өтіп кетіп жатқан қаншама проблемалар бар. Бір ауылдың өзі, ауыл деп алатын болсақ, ар жағында сағыныш, ағайын туыс, бауыр бар, және үлкен проблема бар. Мысалы, маған бір жігіт айтты, жаңағы өстіп бір жұмыс істеп едім, таксист болғам, онан кейін машинам сынып қалды, онан кейін қазір бала шағамды асырай алмай жүрмін, басқа не істесем білмеймін, қандай жұмыс істеуге білмеймін деп. Сонымен торғай жайында оған мысал айттым. Бір тоғайда бір торғай өмір сүреді. Бала шағасы бар, бәрі өседі жаңағы. Соның ішінде өмір сүріп жүреді. Бірақ алса бір орман бар да, керемет. Соны қарап қояды да, оны орман не қыламын, осы тоғайым жақсы ғой, осы жерден құмырсқамды жеймін, семьям өсіп жатыр, не бар тоғайда деп. Сөйтіп өмір сүріп жүреді кәдімгіше. Басқа өмір жоқ қой оған, тоғайдың ішінде бақытты болып жүреді. Соны бір күні жел соғады, тоғайды түбірімен қосып, қопарып, тоғай құлайды, үйі сынады, быт-шыт болады. Енді өмір сүру керек қой, не істейді? Ағаш құрақ болады, шыбын-шіркей келмейді. Соны бала шағаны көтеріп алады да орманға барады. Сөйтсе орманның ішінде кәдімгіше сол құстар өмір сүріп жатыр. Біреу тірлік жасап, біреу бизнес ашып деген сияқты жаңағы, біреу столовый ашып деген сияқты істеп жатыр екен. Сөйтіп кіреді, жаңа өмірге кіреді, жаңадан үй салады, бала шағаны үйлендіреді, құда-құдандас болады. Сөйтіп ары қарай өмір сүріп кетеді. Болашақтан қорықпа деп жаздым да ол балаға. Сен неге қорқасың? Өзгеріске тыныс. Сен таксист болып жұмыс істесең, яғни ертең басқа бір жұмыста сен қолыңда бар шығар, талантың бар шығар. Деп сөйтіп сондай бір мысалдармен өмірді келтіруге тырысам. Ақылға кіретіндей, басқа қонатындай. Қазір бізде уақыт сондай келе жатыр да. Бәрі асығыс. Өмір асығыспен өтіп бара жатыр да. Соның ішінде өнерде сол ағынның ішінде ағып бара жатыр. Жүрдім, бардым, дайындалу деп айтып отырсың ғой. Біз қазір алғаш өзіміздің ағаштан кемемізді жасап, теңізге салып, тесік-тесігін енді бітеп, толқындарға қарсы тұруды, желкенімізді тұрғызуды, жел ұстауды, желдің бағытын ұстауды үйреніп келе жатырмыз. Кино әлемінде. Бұл біз үшін жат өнер емес, бірақ біз біраз жылдар әлем кино базарының алдына шығып кеткен кезде біз күн көрудің қамымен жүрдік 90 жылдар. Біраз уақытқа қалып кеттік. Техникалық жағынан да, басқа жағынан да. Сол себептен біз енді күш алып келе жатқан елміз кино әлемінде. Сондықтан ол нәрсе болу керек, бірақ әрине мен оған қарсымын, ол дұрыс емес әрине. Әр нәрсеге сериал болсын, толықметражды кино болсын, үлкен ыждағаттылық дайындықпен келу керек. Уақыт керек оған. Проходной дуыр қылып жіберген балалар бар. Келе саламыз ғой, түсе саламыз ғой, бүйте саламыз ғой, кіремізді айта саламыз ғой дейтіндер мысалы көп. Енді ол
Қай жағы, эстрада жағын айтасыз ба или эстрада жағы, эстрада, театр, кино, бәр жерінде әртістерді айтып отырмын мен. Өлең айта салсам болады, инстаграмдан жұлдызбын мен дейтіндер бар. Мен ойлаймын, әртіс үшін өлең айтуда, кинода ойнауда, театрда жүруда ол үлкен бір бақыт ол. Ал бақытыңды сен қалай кірлетесің сен? Легко қарамайсың ғой сен, жеңіл қарамайсың ғой бақытыңа. Сондықтан да ондай нәрсені дұрыстап қарау керек. Өйткені ертең өмірің өтіп кетеді. Мен қара 53-темін. Мен 23 жасында келдім сахнаға, Бауыржан шоуға. Қара қазір 30 жыл өтті. 30 жыл мен өмірім. Ал енді 30 жылда сонда мен проходной двор сияқты бірде анда түсіп, бірде мында түсіп, анда соғып, мында соғып жүрсең, мен басқа жаққа кетіп қалармын мен жұмысын. Базарда отырамын қазір пальто сатып мысалы деген сияқты ғой. Әр рөлің ол сенің бір саған дүниеде берген бір кішкентай бір нәресте. Сен содан жақсы шығарасың, әдемі ол. Есте қалады біреуде. Бір кинода рөл болмай жатады. Бір кинода жақсы ойнадым ау деп қалады. Мысалы үшін мен жақында Қажымұқанның киносын түсіріп жатыр ғой. Соны біреу звондайды, аға Қажымұқанға НКВД-нің жаңа Қажымұқанда допрос сұрайтын бір рөл бар еді, бірақ эпизод деді. Бір 2 күн ғана келіп түсесіз. Соған түсесіз бе десе, мен айтым, айналайын, ол Қажымұқан, ол оған таласып баруымыз керекпіз. Өйткені жаңағы сияқты кинолар есте қалмауы мүмкін. Немесе тарихта қалмауы мүмкін. Қажымұқан туралы ол бірінші рет түсіріп жатыр киноны. Мен 100 жылдан кейін барып, мен бір шөберем, шөпшөгім, фамилиямды көреді, мә біздің ата осындай болған екен ғой деп көреді ол сені. Мысалы, жоғалып кетпейді ол кино. Сол сияқты менің атым Қожа, Қыз жібек. Ол кәдімгі эпопейный фильмдер да. Сондықтан да ол эпоханы көрсететін кино болғаннан кейін ол қалады. Мен жалынып бардым. Барам дедім. Қанша төлейсіңдер қарамай барам дедім. Сол барып түсіп киноға. Қазір қайда қарама, бәрі орысша сөйлейді. Туа салып, бәрі орысшаға осы тілдерді жатық болып тұрады. Бұл қасірет. Бұл біз үшін қауіп, жандос. Сондықтан ең болмаса жарайды. Жаңа тарихи киноларды бәрін былай қойғанда, біз балапан арнасынан бастасақ, балаларымызды ұлт болашағын тәрбиелейтін болсақ, сол кішкентай бір бөлшегі, бірақ өте маңызды бөлшек, өзегі деуге болады. Мен енді балаларына ертегі оқып беріп жатқан адамдарды көргім жоқ қазір ата-ананы. Енді балапан арнасын балаларыма қинап көрсете берудің өзі кейде ыңғайсызданасың. Мультфильмдерді көргенде кішкентай қызым түгіл мен өзім көргім келмей кетеді шыны керек. Ақша жоқ емес қой бізде, бар ғой Қазақстанда. Ең болмаса сол мультипликатор балалар бар ғой бізде, мықты. Соларды қаржыландырып, солардың жақсы дүниелерді тапсырыс беріп, батырлардан бастаңдар. Керемет оқиғалар көп. Сонда мен көрген ең жақсы мультфильмдер қазақ мультфильмдерінің ішіндегі. Қарлығаштың құйрығы неге айыр? Сол есімде қалған керемет мультфильмдер. Ол қай жылдары түсірген мультфильм? Неге біз соны қазір ғылым мен техника дамып тұрған заманда неге мынандай бүйтіп қимылдайтын адамдар жасаймыз? Кейіпкерлер. Қазір балалар не құрылым? Балаларды алдай алмайсың қазір. Бірінші нем жюриім. Қызым. Қызыңыз ба? Иә. Не жаңағы неме тұрды? Сынақ айтатын. Соны осындай айтайын, қандай күшті, бізде ондай жанр жоқ қой, ана мынау дегеннен кейін барып ойладым. Жастарға значит түсейді. Тұрған не бар. Жан, ты не поверишь, бұл біздің қоғамда кішігірім резонанс тудырып үлгерген кино. Бұл Жандос Айбасов, Тимур, Ернар Нұрғалиевтардың енді үлкен еңбегі. Ол жерде ешқандай бір мағына, сондай бір тәрбиелік тағылым ондай ештеңе жоқ. Таза келіп, үйдегі проблемаңды ұмытып, күліп, көңіліңді көтеріп қайтатын кино. Бір, екіншіден, біздің қазақтар Тарантинодан кем кино түсіреді дегенге қарсы жауап қой. Ал мен сол үлкен проектінің кішігірім болса да арасында үлес қосқаныма өте қуанышты сезінем. Ал жаңағы халықтың көзқарасына мен түкіргенім бар деген әңгіме емес бұл. Ондай ой болмады емес, болды, бірақ мен өзім түскім келді сол киноға. Нандай образ болады, қарның қампиған, басын тақыр. Ернар жаңағы сол фильмге шақырды, мен келісім бердім, келісім бергеннен кейін бірден жаңағы
шамамен осындай болады деп жаңағы суретін жіберді. Қарасам жаңағы фотошоппен не жасаған, тура жаңағы кинодағы кейіпкердегі тура сондай жаңағы шашы бәрі осындай болу керек, және қарны болады. Одан кейін жаңағы бір кинолардан кішігірім жаңағы үзінділерін қиып жүріп, шамамен оның жаңағы болмысы, жалпы поведениесі, характері осындай болу керек, мінез құлқы осындай болу керек деп. Болды, ереге әдемі жасаймыз. Бірден көңіліме шықты, ұнады. Негізі анау жаңағы салған қарын өзі сөйтіп адам толық көрсетеді. Оның үстіне кішкене салмақ болды өзі. Ол грим не ғой кәдімгі? Иә, силиконнан жасалған бір бөле, түрінің өзі қорқынышты, бірақ біздің гримерларымыздың өте мықты жұмысы. Жоқ бетке бір еш нәрсе ғой, өзім бетін десең. Өзім бетін. Қазір осы алдағы жобаларға байланысты карантин кезінде құр жатпайын деп салмақты бір қалыпқа келтірдік. Одан кейін ел қатарлы бір ауырып алдық дегенде, соның бәрі денсаулыққа да салмаққа да өзінің әсерін тигізеді екен. 50-50 ғой, 50-50. Режиссердің қойған тапсырмасы бар, талабы бар, және өзіміздің қосқанымыз бар. Барлығы енді сол режиссердің қойған мақсатынан аласың ғой, серпілісті. Сол себептен жақсы тандем болды. Ернармен енді бұрыннан да жұмыс жасап жүрген бауырым. Бәріміз бір-бірімізді бірден түсіне кеттік. Және жаңағы сен айтып отырған іс-қимылдардың барлығы кадрдегі ерсі көруі мүмкін, бірақ киноның жанрына келіп тұр. Мен кейіпкерімнің мінез құлқына келіп тұр. Жалпы өзің білесің, кино детальдардан құрылады. Кішкентай ғана ұсақ-түйек заттардан құрылады. Ал егер сол қолынан келіп тұрса, фантазияңа келіп тұрса, қиялың соған жетіп тұрса, оны неге жасамасқа? Құдай сақтасын, енді біз өзіміз ұрып қарап, бой түзейтін батыс шығыстың киноларында бұдан зорғысын жасап жатады. Иә, ол біздің менталитетке келмейді, сондықтан соның арасынан дұрыстау, халыққа өтеді-ау деген дүниелерін жасап отырсамыз ғой. Енді ешкім артын ашып жалаңаштанып жүгіріп жүрген жоқ, жалаңбыз. Одан Құдай сақтасын, енді ондай кино болмай қойсын, мен түсінемін, мен өзім ондай қарсымын. Ол жерде мәселе сөзді емес, жаңағы сценарийді оққанда көбіне жаңағы әрекетке құрылғаны көрініп тұрды. Сондықтан бұл жерде тіпті сөзім болмай қалды, мен монолог оқыған жақсы көруші едім кадрда деген, ол енді бұл жанрға тіпті қисыны келмейтін әңгіме. Қарасаңыздар, Дулық Ақмолданың ләм-мим деген сөз жоқ. Ең болмаса, я, не болмаса жоқ деп айтпайды, не болмаса деп те айтпайды. Сондықтан мен тіпті ренжи алмаймын. Өнер алаңы ол жағы талас даумен бірге жүретін дүние. Бәйгесі көп. Сенің әрбір жұмысың, әрбір түскен проектің, киноң, жобаң, ол бәйгеге қатысу атыңды жарады. Жан, ты поверишь жобасы мен үшін үлкен бәйгенің бірі болып, қарап отырсаңыз, мен қасымдағы серіктерім барлығы жай әншейін көшеден келген адамдар емес, барлығы мықты актерлар. Өз арамыздағы бәйге деп айтсақ болады. Кәдімгі есі дұрыс, ешқандай қызғанышсыз дұрыс бәйге болды. Шақырды, пробасыз. Келдім, видео проба бірақ өттік, актерлар бәріміз жиналып. Сосын қойды да, сосын айтты, аға мына рөлді ойнай аласыз ба деді. Ойнай аласыз ба деген жоқ, ойнайсыз ба деді. Ойнайды, жақсы ғой мынауың дедім. Маған ұнағаны, расында да Қазақстанда жоқ нәрсе. Жоқ нәрсе жақсы ғой. Содан кейін барып, актерлардың жинаған актерлар маған ұнады. Маған анау Эрла Блэк деген блогерлер бар ғой, Ирина Қайратовна деген. Соны мен әндерін қызымнан еститұғым. Қазақша бір рэповый нелік. Соны бір күн сол анау видео пробада отырсам, мен түріне қарадым дедім, сен қайдан көрдің дедім. Ама там есть такая группа, Ирина Қайратовна. Я тебя знаю дедім, бергел шақырып алып сөйлесіп, ойнайды. Онда түсем деді, қызық болады деді жаңа. Ерке болғандар, кімдер түстім сашы. Сондай жанрда, маған ол жақын жанр. Жеңіл жанр. Кәдімгіше мақал мәтел айтып жүретін, өлең айтатын. Ол жерде мен Мұқағалидың өлеңдерін айтатын жерлерім болған. Оны алып тастапты. Кішкене тиіп кете ме деді екен, қазақша не қойды анау кішкене. Негізі боқтап сөйлейтін көп жері болды. Оның бәрінде дұрыс деді алып тастағандар. Бар, импровизация болды іштерінде. Екі-үш жерлерде сөзімізде жаңағы аяқ асты қосып жіберетін жерлеріміз болды. Иә. Ернардың өзі айтты,
сосын мен өзімше сөз қосқым келіп жаңа енді білесің ғой қисық басы обязательно солға қарап тұрады деген сияқты әңгіме ғой. Сөйлегім келіп тұрады да ана жерде сөз қосып ананы сен ерінен айтады аға қоспай ақ қойыңыз дейді да. Жоқ, өзімнің ойыныма байланысты ол жерде ұят нәрсе болған жоқ. Иә. Бірақ жерде жаңағы аналар келіп қарсы кеткен кезде жаңағы банкі жаңағы сиген банкілерін лақтырып жібергенде бізге машинаға тиетін жер ғана бар. Сол жер. Қалған жерінде бізде ештеңе не алған жоқ. Мен 4 жыл академияны, Жүргенов атындағы өнер академиясында оқығанда тек тарихи жаңағы образдарды сомдау деген факультет бітіргем жоқ қой. Жаңағы музыкалық драма театр мен кино актер деген маман. Жаңа өзің айтқан қағиданы бұзғым келді, өйткені маған сондай әңгімелерді жаймен жете бастады. Еркебұлан Дайыров штампқа түсіп қалған актер, комедияны ойнай алмайды деген ойлар туындай бастапты дейді. Бәлкім. Жоқ, комедия менің жаныма жақын жанр. Егер дұрыстап жаңағы ойланып кірісетін болсақ, комедияны ойнай аламын. Енді адам ретінде, эгоист адам ретінде әрине дұрыс қабылдамаймын. Өзің жетістік тұсың ба деген сияқты айтамын. Бірақ ол болу керек. Мысалы менің үйімде де шешем айтады, қарап отырып, ала мына рөлің шаршап барғансың ба деген сияқты айтады. Өйткені ол солай болу керек қой өмірде. Біреу-біреуді сынамаса қалай жүресіз? Мен бірақ бір әдетім, өз күнімді көрмеймін. Көре алмаймын да жерде. Өтірік істедің, мына жерде ята деп. Ең бірінші мен киноға эпизодқа емес, мен ең бірінші кәдімгіше екінші главный рөл, бұзықтың рөліне Қара шаңырақ деген 100 сериялық киноға мен сол жерде Мәулен деген киноның басынан аяғына дейін иттік жасап жүретін, аяғында әрең дегенде атып өлтіретін бір иттің баласының рөлін ойнадым. Маңқ ете қалдым, кірдім де. Ананда драмаға кіру деген мен үшін үлкен емтихан болды. Мен енді былай кастингқа келдім, суреттерін жіберіп жаңағы болып жатқанда. Бірақ ойладым, өттім деп ойладым. Енді әзіл сықақта жүрген, деп жүрген балаларымыз ғой біз. Өтіп кеткен кезде расында да енді мен үшін сол әділдер, азаматтар, кімдер, олардың бәрі сахнада жүрген, киноға түсіп жүрген, мықты киноларға түсіп жүрген жігіттер ғой енді. Ана нелерге жаңа Жау жүрек мың баланың актерлары, олардың бәрі қарасаң мен үшін енді мен болдым, толдым, үлкен актермін деуге ол болмайды. Өмір бойы, өмір ол сабақ. Біреуді кінәламастан бұрын ең бірінші кінәні өзіңнен іздегенің абзал. Жаңа айтып отқандай, өзім бұл алғашқы жобам. Ол жерде Сарауыз балапан. Ал енді мен өзім ол кезде жаңағы кішкене уайымдайсың, қобалжисың. Және менің ана тілімде емес, орыс тілінде түскен алғашқы проект мен үшін өте қиын болды. Қазір уақыт өте келе қараймын, қателеріңді көресің. Былай істеуге де болады, былай істеуге. Өйткені ол кездегі Еркебұлан мен қазіргі Еркебұланды салыстыруға еш болмайды. Одан бері бәрін болмаса да біршама тәжірибе жинадым. Егер қазір сол фильм жалғасып сүретін болса, онда Момышұлы басқаша ойнар едім. Ал жалпы түптің түбінде қуалап келгенде Бауыржан Момышұлын ойнағаннан өте қуаныштымын. Алғашқы жобам сондай күрделі, үлкен тұлғаны жасаудан басталғаны мені шыңдамаса сындырған жоқ. Маған келмейді екен ол. Мен сөйтіп көрдім. Мен той басқардым, $3000 менің той басқаруым о кезде. Бауыржан шоуды тоқтатқан кезде, 2005-2006 жылдар. Жаңағы күнде той. Тек қана дүйсенбі, сейсенбі күні жұмыс істемейміз, сәрсенбіден бастаймыз. Ақша бар, бірақ сахна жоқ. Адамың жоқ, зрителің жоқ. Бізге сахна керек. Мен рас ол өмірден түңіліп кеттім. Енді Бауыржан шоу тоқтады, ол кезде кино басталған жоқ. Концертпен жүру үшін командамен жүру керек болды. Мен психологқа бардым мен. Кәдімгі психологқа жазылып, өйткені енді саланы ауыстыру керек. ол шындықта ұят нәрсе жоқ қой енді, расында мынаған кеттік. Уже басқа амал жоқ. Сыймайсың ешқайда.
той көп, тойға барғаннан кейін далы әлеке деп ал келдік деп сонымен бытырладық сол. Сөйтіп уже бір күні қарасам, мынасыз той басқармайтын болыппын. Мынасыз жаңағы достармен отыра алмайтын болыппын. Жүрген жеріміз клуб, қаңғу, тентіреу, тапқан таянған ақшаның жартысын соған жібересің. Сөйтіп жүрген кезде шешеміз айтты маған, айналайын, мынауыңды қой, сен мені Меккеге апар деп. Содан шешемізді апарып келіп, сол жаққа барғанда мен есімді жидым шынымды айтсам. Сондықтан да ең қиыны әртістерге, ол сахнаны жақсы көретін әртістерге, ол сахнаны тастап кету. Бұрын соң камералында жұмыс істемеген актер болса, тек театрда жұмыс істеген актер болса, сасқалақтайды. Кез келген адам сасқалақтайды. Әр кезде сасқалақтаймыз. Камераның алдына келген кезде сәл кішкене өзіңді бір дискомфорт болады. Содан барып етің үйренгеннен барып бір кетесің. Ал бірінші рет келген адам сасқалақтайды. Сосын амал жоқ не істейді? Өзінің үйреншікті қалай үйренген, ет үйренген, дауыс үйренген, жалпы психофизикасы үйренген нәрсемен жұмыс істей бастайды. Сондай кезде не істеу керек? Актер, режиссер жұмыс істеу керек. Ресейде қаншама театрда істейтін актерлар солай кішкене пафоспен ойнайтындар жетеді. Безруковың да, Мироновың да бәрі пафоспен ойнайды. Керек кезінде қоса біледі. Сондықтан ойбай деп үйтіп аражығын ажыратып, мынау театрдың актері, мынау киноның актері, анау былай ойнайды, мынау былай ойнайды деген нәрсе дұрыс емес. Мен оған қарсымын. Олай істеу үшін алдымен сол театрда істеген адамның жұмысын бірінші істеп алыңдар, сосын барып кінә тағыңдар. Кино деген тәрбие ғой, үлкен тәрбие мектебі. Біз халықты киномен психологиясын дайындаймыз, тәрбиелеуміз. Сол үшін не істеу керек? Дұрыс жүйе керек бұл жерде де. Кез келген жерде саясатта да болсын, тіпті асханада да болсын, бала тәрбиесінде де нақты бір жүйе керек, система керек. Түріктердің киносын алыңыз. Оларда толықметражды киноден гөрі сериалға көп көңіл бөледі. Бірақ сериалдардың качествосы қандай? Сапасы өте жоғары, сценарий өте керемет. Қарап olsаң 100 бәленбай серия, бірақ халық жалықпай көреді. Енді олар алды да сол заманауи киноны көрсетіп халықты сериалдарға үйретіп алды да, енді тарихи киноларын жіберіп жатыр. Мына өсіп келе жатқан жаңа өскелең ұрпақ, жаңа толқын, жаңа буынды тарихымен таныстыру. Кітап оқымайтын, интернетке қарап, телефонға шұқшық баған жастарды алды да сол телефон арқылы осы жерден ютубтан отырып, Ертоғырылын да, Сулейманды да, Османды да бәрін көре алады. Бізде соған келе жатырмыз жаймен. Алмас Қылышты Ильяс Есенберлин оқысаңыз, ол Сулейман Великолепныйында да, жаңағы Ертоғырылында да ауызға ұратын оқиғалар бар. Міне, сол дүниелерге біздің әр батырға бір серия түсу керек. Және ол 10 сериямен ғана шектелмеу керек. 50 болсын, 100 болсын. Халық көреді. Одан тіпті күмәндарыңыз болмасын. Бірақ сапалы, әдемі қылып түсіру керек та. Оның киімі, мінген аты, жамау жұрттық быт-шыт қылмай, қазақтарды керемет көрсету керек. Даланың еркін қырандарын көрсету керек. Ұлы даланың жолбарыстарын, бөрілерін көрсету керек. Мәдениетті көрсету керек оның ішінде. Кімде ақша бар, кімде қаражат бар, сол кино түсіргіш болып кетті деп тұрсың ғой, шамамен айтқанда. Түсіре берсін. Енді әйтеуір жұртты алдап солап ақша алып кино түсіріп жатқан жоқ, өзінің еңбек маңдай терімен тапқан ақшасына киносын түсіріп жатыр ғой. Айтып тұрмын ғой, уақыттан асқан сарапшы, уақыттан асқан сыншы жоқ. Образға кіре алмайды, бүйтіп ойнай салсам, кино деген жеңіл нәрсе. Жеңіл нәрсе өмірде болмайды, егерде сен бірдеңені дұрыс жасағың келсе. Енді қалай сен үйге келдің, ұнды лақтырсап, тұзды лақтырсап, ет сала салып, 5 минут пісіп, жеп қоюға болмайды ғой оның. Оған да көңіл бөлу керек. Сол сияқты ол рөл деген нәрсе, ол саған бергеннен кейін сен оларды тентекті ойнайсың ба, алқашты ойнайсың ба, әлде жаңағы бизнесменді ойлайсың ба, әкімді ойлайсың ба, оны бәрібір білуің керек, өтірік ойлап табуың керек. Мысалы үшін мен әкімді ойнасам, мен әкімнің әйелім кім, олар жоқ киноның ішінде, бірақ мен өзім ойлап табуым керек. Бала шағам кім, мен неше жастамын, өмірде не қорлық көрдім, қалай әкім болдым. Соның бәрі адамға образды жасап шығарамыз өзіміз. Сол ойнаған кезде ол оңай болады. Бірақ оны режиссермен сөйлесуім керек. Алдын ала киноға түскен кезде, рөл берген кезде мен мынаны жасасам қалай болады, мынаны жасасам қалай болады. Режиссермен келіп өзіңнің қысқа мынандай деген рөл болса да, режиссермен отырып 5 минут отырып сөйлесіп, мына рөлім мынандай еді. Сонда образға кірем деп шыға алмай қалып үйге келіп кіріп кеткен кездерім болды. Yanında za болып сондай мен келіп отырып,
ол дұрыс емес екен, үйрену керек екен. Мен сондаймын, мен осытыгем, бүйткем, сөйткем, ана образ кіру үшін содан мәшінем отырып, үйіме келіп, үйімде маған үйдегі жеңгең бірдеңке сөйлеп қалған кезде шарқ ете қалған кездерім болды мысалы. Подсознательно. Иә, соны маған айтты, сен кішкене былай киноны байқап ойнасайшы, мынау үйіңді қырып бара жатсың ғой деп. Ондай кездер болды. Енді ол енді профессионализмға сәл жақындау емес нәрсе ол. Өйткені маман адам ол образына кіріп та шығып та үйрену керек. Енді ол психологически дұрыс емес. Мен кейін үйрендім. Енді үйрендім дегенде сонда қатты үйреніп кеткен жоқпын енді. Басты мақсат кино саласы болатын болса, жаңа мұғалімнен бастап шәкірті бар, басқасы бар, бәрінің басында бірақ ой болу керек. Мен қазақ киносын әлемдік деңгейге жеткізем деген. Ал енді тура сондай идеяны алып жүру үшін не істеу керек? Ұстазға жағдай жасау керек. Қай жақтан? Мемлекет тарапынан. Зарплатасы, жалақысы жақсы болса, ол емін-еркін сағаттап отырып, әр студентпен жеке индивидуальный сабақ өткізе алады. Сенің мынандай потенциалың мынандай, сенің мынандай талабың бар, талантың бар, қасиетің бар, сенің еңбекқорлығың бар, сен былай істеу бар. Иә, 10 жігіттің ішінен 2-3 режиссер болуы мүмкін. Бірақ олар мұғалімнен бар керек нәрсені толығымен санасына сіңіріп шығады. Санасына сіңіріп шығады. Енді әрине ол ары қаратай ақша тауып баю үшін емес, егер идеология мықты қалыптасқан болса, санасына сіңген болса, қазақ кино өнерін бір қалыпты емес жоғарғы деңгейге көтеру үшін жұмыс жасайды. Бізде осы жағынан ақсап тұрмыз. Карантиннен кейін қазір енді телеарналардың жаңағы тапсырысы бойынша түсіріліп жатқан сериалдарда бір сериал, краткометражка бар. Сондайларда өзіміздің енді үйреншікті жұмысқа жаймен кірісіп жатырмыз. Баяғыдай қарқын жоқ. Енді оның барлығы пандемияға байланысты. Қазіргі таңда бір жақын уақытта енді жаңағы хабар арнасының тапсырысымен үлкен жоба деуге болады. Тарихи тағылымымыз ғой. Жаңағы Мұхтар Әуезов Абай жолын жазу процесі көркем телесериал деуге болады. Бір 6 серия ма сондай болады. Ол жерде қандай? Қайым Мұхамедханов атамыздың рөліне бекітілдік. Сол жұмыс барысындамыз, ізденіс барысында дегендей. Ары қаратай енді өздерінің тілдерімен айтқанда монтаж көрсетеді ғой, қалай болатын. Жалпы менің түсінігімде бұл кино қазіргі таңда халыққа керек. Өте керек. Өйткені біз тек Абай жолын ғана білеміз. Авторы жазған Мұхтар Әуезов екенін білеміз. Бірақ ол шығарма, ол туынды дүниеге қалай келді, қандай қиындықтардан өтті. Мұхтар атамыздың басына қандай қауіп төнді, Қайым Мұхамедханов қалай қиналды. Бұл Абай атамызды сол кездегі сұрқылтай заманнан, саясаттан арашалап алып қалдық қой. Сол азаматтар, сол тұлғаларымыз Абай атамызды қазақтың Абай екенін, ол оның көтерген проблемасы тек жалпы қазақтың емес, әлемдік қазіргі таңда бәрі мойындап жатыр ғой. Абайдың әрбір айтқан сөзі жай ғана жел сөз емес, оның бәрі қазіргі таңда керек дүниелер. Жалпы классика деген кез келген заманда заман талабына сай қойылатын сұраққа жауап бере алатын шығарманы классика дейді. Өз ойым, оны да түсіріп жатқан, жаңағы сценарийін жазған бәрі өздерін қатарлы, өзім замандастарым, жастар, сол қазақ дейтін халыққа, Қазақстанға жүрдім бардым қарамайтын нағыз патриоттар. Оларға ақша емес, істеген еңбек, рухани құндылық әлдеқайда керегірек, соны жоғары бағалайтын адамдар. Қазіргі жұмыс істеп жатқан режиссерлар, мысалы мен қазір өткінші жаңбыр деген киноға түсіп жатырмын. Оны Дархан. Иә. Оның алдында Ернармен түстім. Оның кейін Пошановпен түстім. Мереймен түстім. Бірақ олар жас поколенияның енді режиссерлары. Олар қазіргі мына интернет, Facebook, Instagram, сонымен қатар өсіп келе жатқан режиссерлар. Олардың көзқарастары басқа. Олар актерға
көп нетпейді жаңағы тиіспейді. Енді білмеймін, мен өзімді айтамын. Басқа біреуге тиісетін шығар енді, мына неге істемейсіз, былай жасамайсыз. Мен сол ақылдасам, содан кейін барып келеді де айтады, аға мына жерін былай істесе қалай болады дейді. Бәрі мәдениетті. Енді Ақан туралы айт, ол бөлек адам енді, ол Ақан Сатаев. Ол әртістерге тіпті құдайдай қарайды. Әртістер ренжімесін, ең бірінші әртістің жағдайын жасайды, орындығын, суын, қасына көмекшісін беріп жаңағы жасап қояды. Бәр жерде солай. Бірақ енді Ақандық ерекше расында да. Содан кейін ол сөйлескенде де сіз деп сөйлеседі сенімен. Ақырын ғана айтады. Ақан аға туралы әңгіме қозғасақ, таңды таңға соғуға болады. Менің алғашқы үлкен режиссерім, үлкен жобадағы Бауыржан Момышұлы фильмдегі алғаш жұмыс істеп, кино әлемінің қыр-сырын меңгеруге көмектескен ағам. Сондықтан ондай режиссерлар болу керек. Құдайға шүкір бар, өсіп те келе жатыр. Ақан аға тек сол режиссерлар емес, актерлар таша білді. Мені үлкен додаға қосып жіберді. Үлкен кино дейтін бәйгеге додаға қосып жіберді. Ақан аға ешқашан актерларды мынандай бір қашаға қамап, қиялын шектемейді. Егер сол сахнаға сыйымды болса, өтіп тұрса, кез келген импровизацияны қолдануға болады. Жаңа толқын өсіп келе жатыр кино әлемінде, соның ішінде режиссерлар. Америкада оқып келген қаншама жігіттер бар. Олардың жұмыс істеу стилі бөлек. Мысалы, бір-екеуінің жұмысын көрдім, біреумен жұмыстас та болып көрдім, түсіп. Тіпті бөлек. Олардың көзқарасы бөлек. Керемет қой ол. Неге біздің қазақ киносы бір ғана стандартты жүйеде қалу керек? Өсу керек. Әр толқын өзімен бірге бір жаңаша идея, жаңа бір жаңалық алып келу керек. Ол солай болған, ол өмірдің заңдылығы. Оны солай біз қабылдауымыз керек. Бір батыр дейді, ханның туған күні болып, ханның туған күні бара алмай қапты. Тісі ауырып, тісі қақсаған ғой енді. Сөйтіп жаңағы туған күні бара алмай қапты да, ертеңінде жаңағы хан енді ана батыр келмеді ғой енді, мына батыр. Ол қайда жүр? Қой халын біліп қайтайық, жүріңдер деп уәзірлерін ертіп келе жатқанда ана батыр естіп қойып, ана намыстанып, ұяттан тісім ауырғаннан ұят болады ғой деп бір көзін шығарып жіберіпті өзінің. Сол хан келген ғой. Ой, не болды десе, аңға барып хан әке, мына көзімнен оқ тиіп көзім шығып кетті десе, екінші көзің бар ғой, айналайын барып тісің ауырмасын, тіс ауырған жаман деп айтады дейді өмірде.